Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Аулайым ағаман есен ба? Енді кеше оның алдың күні, бір 3-4 күннің ағы жақ бер жағында енді әлеуметтік желіні ашасың ғой, ашып қарайсың, не болып жатыр, Қазақстанда не болып жатыр, ана жақта не болып жатыр, мына жақта не болып жатыр. Енді әртүрлі видео шығады ғой, әртүрлі. Бір қарасаң Әбіләзовтың видеосы шығады, бір қарасаң Тоқаевтың видеосы шығады, бір қарасаң Назарбаевтың видеосы шығады, бір қарасаң имамдардың видеосы шығады, бір қарасаң Сержан Біләш ағамыздың видеосы шығады. Енді шығады ғой, шыға береді ғой. Сонан кеше бір 2 видео шығыпты. Енді ана әйел кісі енді Сержан Біләш ағамыз жерден алып жерге салып жатыр екен. Енді комментарына кіріп қарасам, мен қолдағандар да бар, қолдамағандар да бар. Одан шықсам тағы біреу сөйтіп жатыр екен. Енді қазақ халқы сенбеңдер, ойбай сеніңдер, сенбеңдер, сеніңдер деп. Мен бір нәрсе айтайыншы енді. Енді біреудің жанында бір мысалға қалай айтсам екен. Біреу жайлы пікір айтып жүрсің, сен онымен жоқ дегенде 3 күн табақтас болуың керек. Енді қазір әлеуметтік желіде ойбай сыртта жүрген оппозициялары бар, іште жүрген оппозициялары бар. Біз билікке келсек бүйтеміз, кім еді аты? Әбіләзов бір 2 жылда Қазақстанда Дубай қаламын дейді ғой мысалға. Енді ол орысша сөйлейді, оны көрмеймін енді. Одан кейін Сержан Біләш ағамыз да оймен біз билікке келіп қалсақ енді бүйтеміз дейді. Бана бір әйел кісі сөйлеп отыр, бір ер кісі сөйлеп отыр дедім ғой. Ер кісі айтады, бұл жарқын жеті деген атпен Қытайда танылып, енді Қытайда біраз адамды қиын жағдайға түсіріп қойған дейді. Енді қазақ халқына сеніңдер, сенбеңдер, қазіргі билікке сеніңдер, оппозицияға сенбеңдер, сеніңдер. Енді ол сенім мәселесі болып тұр ғой. Мен айтайын деген едім, менше ешкімге сенбеңдер, ешкімге. Дұрыс па? Барлығы билікке келгенше жақсы әңгіме айтады, дейді де. Енді біреулер шын мәнінде айтады, біреулер сол арнайы сол сайланып алғанша әңгімесін айтады. Одан кейін енді танымай қалуы мүмкін де. Мен айтпағым, енді билікке кім келсе, кім келмесе де халық өзі көкірегі ояу, ашық, ойын ашық айтатын кім келсе де. Тоқаев келе ма, Назарбаев қайтып айланып келе ма, же болмаса бектеніп келе ма, тағы кім біз танитын, же болмаса Сатыбалды келе ма, президент болып мысалға, же болмаса Сержан Біләш ағамыз келе ма, Әбіләзов келе ма, Ержан Тұрғынбай келе ма мысалға да. Енді Ержан Тұрғынбайдың да тіркелушілері көп екен, бірақ енді көретін адамдар менікінен аз екен деп қоясың да. Жалпы сондай әңгіме болып жатыр. Енді білмеймін, бірінің етін бір жеп жатыр ғой. Енді ойбай сенбе, сене қал. Мен айтпағым. Енді барлығы уәдені беріп жатыр ғой, ойбай. Біз кеп қалсақ өйтеміз, біз кеп қалсақ сөйтеміз деп. Кім келсе де халық ояу болмай, мысалға біреу шын ниетімен келтейік оймен барам да. Енді мына қазіргі жүйе ғой, мысалы бір жүйенің қазір мысалға қандай Қазақстандағы Қазақстан мемлекетінің министрі болсын, депутаты болсын, әкім болсын, бір қызметтен бір қызметке ауысқан кезде ол сол жүйенің адамы да, ол жүйеде не болып жатқанын ол біледі да. Мысалға жаңа бір адам келіп халыққа уәдені беріп, халық соны қолдап, мен барғаннан енді барлығын жоям, қалай еді, жемқорлықты жоям деген әңгімені айтады ғой. Дұрыс айтқан, оны кеп жойсын, қатал заң шығарсын. Жемқорлықпен ұсталғандардың отбасы мен Қырғызстанда бір әңгіме болды. Ол бірақ әңгіме тоқтап қалды. Жемқорлықпен ұсталғандарды елден шығарып жүріңдер, отбасымен қосып Қырғызстан азаматы болмасын деген әңгімелер ақсақалдар айтты. Бірақ ол қабылданды ма, қабылдамады ма білмеймін. Сондай бір нәрселер істеп қою керек. Же болмаса қолын шабу керек, же болмаса саусағын шабу керек, же болмаса өлім жазасына кестіру керек та. Енді кім келсін, кім келмесін, Тоқаев тағы бір 10 жыл отырам, же болмаса отырмаймын мысалға. Тоқаев отырам дегенмен өмір өзі отырғызбайды, халық отырғызбайды деген сияқты мысалға. Қанша ойбай, мен тағы енді бір Назекең 30 жылдай отырды, жобамын арғы жақ берге жағым. Енді бір келгеніме 2026-19 7 жыл болып қалыпты.
тағы енді біраз отырсам болады дегенмен оның денсаулығы сыр беруі мүмкін, халық алып тастауы мүмкін, халықтың қызметкері ғой мысалға. Мен айтпағым, кім келсе де билікке халық ояу болмай, бағана айттым ғой, патриот адам келіп ой мен өзгертем дегенмен, ол бір өзі келсе соның орнына кеткен президенттің орнына келеді ғой, премьер-министрдің өзінің командасымен келеді мүмкін бір 10 адаммен. 10 адамның астында бұрынғы кланның бір 100 же болмаса бір 500 адам отырдашы сол тақташы. Әкімі бар, анаусы бар, мынаусы бар деген сияқтышы. Алдында Сайыров айтпақшы, аманаттан неғып әділетке қосып жүріңіздер десе, аманаттың арғы жағында Назарбаевтың бір құлағы шығып тұрды, енді оның құлағы шықпайтын болды, біз енді әділетке қосылдық деген сияқты әңгіме бар ғой. Мен айтпағым, жаңа бір жас жігіттер келіп президент болсын, елді алдыға сүйрейтін адам келгенде, оған біздің ел көмектеспесе, былай одан бір талап етпесе, келгеннен бастап бір жыл рұқсат берейік, қалай істейсің, егер бір жылда дұрыс істемесе, халықтың жағдайын жасамаса, артқа кетіп жатса, мемлекеттің бюджеті артқа кетіп жатса, онда оны орнынан алу керек та. Сондай бір талап етіп тұратын халық болмаса, мемлекет басына кім келсе де, анау келсін, мынау келсін, тақуа келсін, ұстаз келсін, же болмаса тағы кім, вообще Әбіләзов келсін, Серікжан Біләш ағамыз келсін, енді барлығы жақсы сөйлейді мысалға, мен айтпағымша, бірақ келгенде ол қалай болады? Бір өзі келіп ойламай болды, мен келдім болды, өзгереміз деп өзгере салмайды. Халық та мысалға демеп тұру керек та, демегенде жұлқып тұру керек. Ей, келдің ба мысалға, мен келсем, Желмая, сен келдің мысалға, келгеніңе бір мысалға деймін, мен болмай-ақ қойдым мысалға, сайламай-ақ қойыңыздар деп қойсын. Мысалға мен болмаса сіз келсеңіз, сізді біз талап етуіміз керек та. Сен келгеніңе 1 жыл болды. Америкада былай екен, 4 жыл президентке түседі, 2 жылда парламент сайлау болады. Мысалға қазір Трамп пен Трамптың қарсылас партиялары екеуі енді сайлануға тырысып жатыр. Егер қазір Трамптың партиясы жеңіп тұр, Трамптың алдында жеңіп келген Трамп президент болған кезде, егер Трамптың істеп отқан жұмысына халықтың көңілі толатын болса, ол тағы Америка халқы Трамптың адамдарына дауыс береді да, Трамптың адамдары қайтып сол жұмыстарды істейді дейді да. Егер істеген жұмысы ұнамаса, қарсылас партияға дауыс береді да, оның жұмысын тежейді, болмаса оның істемей жатқан жұмысын істетеді дейді да. Бізде де сондай бір жүйе болу керек па деймін. Жемқорлықты жою керек қой енді. Халық жоюды қаламаса, қанша адам келсе де, нан ұрсын, Құдай ұрсын деп келсе де, ол шик үстемген бір елдің тағдырын бір адамға артып қою өте қиын мәселе дейді. Сондықтан кім келсін билікке, халық ояу болмай, халық жағасын ұстамай, мысалға кішкентай бала қарны ашса, анасын мазалап жібереді. Мысалы, емем дейді, тамақ жейін дейді, ұйықтат дейді, кішілер еді, үлкендер еді, барам дейді мысалға. Халықта сонда ба керек та? Жағдайың жасамадың ба, қарның аш болып кредитке кіріп атсың ба, жағдайың күннен күнге артқа кетіп жатыр ма, жағасынан жабыста жыла, қыста болмаса, кет болмаса деп, орнынан ауыстырып таста деген сияқты нәрселер істеу керек та. Сол кезде енді билікке кім келсе де ойланып келеді маған да, мына біз қазақ халқы бұлармен ойнауға болмайды. Енді 4 жылға сайландым мысалға, жақсылап істеп беріп кетейін, мен енді жақсылығымды көрсін, менің елім ғой деген түсінікпен келетін бір ойды қалыптастыруымыз керек енді. Ал анау жаман, мынау жаман, анау, мынау, Назарбаев, анау, мынау деген мәселе. Назарбаев та 30 жылдың арғы жақ бергі жағы отырды да кетті. Кеше бір видео алдына шығып қалды. Енді діндар кісінің әңгімесі анаушы бір 25 жыл. Енді медресені көрген кісі ғой, сол айтады, мына Назарбаевтың жүйесін қалыптастыруға дейді, бүкіл халық болып біз атсалыстық дейді. Қарапайым халық, ұстаздар енді айтты ғой, елбасы жасасын, елбасыға дұға жасайық. Имамдар болсын, мысалға. Барлығымыз дұға жасадық ғой, елбасы аман болсын, елбасы аман жүр әлі мысалға. Осы ұры жүйені қалыптастырдық дейді мысалға. Неге десеңдер дейді, бізге мынандай бір хадис айтты дейді. Президент Аллах тағаланың жердегі көлеңкесі. Хан деген президент қой енді.
басшыға қарсы шықсаң, сен Аллах тағала қарсы шыққансың деген әңгімені бізге айтып келді дейді. Ондай хадис бар екен дейді, мен ашып қарасам дейді. Бірақ дейді, ол жерде мынандай жазылған нәрсесі де бар екен дейді. Егер басшың әділ болып халықтың жағдайын жасаса, халықтың жағдайы минусқа емес плюсқа кетіп бара жатса, онда сен халық сайлаған басшыға бағынбасың, сен онда Аллах тағалаға қарсы шыққанмен теңсің дейді. Енді халық сайлаған басшы халықтың жағдайын жасап, халықтың жағдайы минусқа емес плюсқа кетіп бара жатса, сен оның айтқанын тыңдамасаң, сен онда енді Аллах тағаланың жанында жауап бересің дейді. Ал дейді, халық сайламаған, сайлау өтірік өткен, сондай жағдаймен президентке келген адам жемқорлыққа кіргізіп, халықты енді тоздырып жіберетін жағдайға жеткізетін болса, сен оған қарсы шықсаң, Аллах тағалаға қарсы шықтың деген әңгіме ол өтірік екен. Егер басшың әділ болса, халықтың жағдайын жасаса, сен соны айтқанын істеуің керек. Олай болмай ма, өзіңнің айтқаныңды істейді деген әңгіме бар екен. Сондықтан енді халық айтса халық айтпайды дейді ғой. Халық дегенде халық па? Халық дегенде Аллах тағаланың көркем есімі бар. Сондықтан халық өзі қаламай, халық өзі жақсылыққа қарай ұмтылмай, халық талап етпесе, билік басына кім келсе де, енді демократиялық бағыт ұстанған елдерді айтамаймын, енді олар ол жерге кім келсе де ойланып келеді. Мысалы Трамптың орнына басқа біреу келсе де, ол ойланып келеді. Трамптан жаман істеп қалса, мені мына Америка халқы түтіп жейді дейді. Макронның орнына келетіндер де сөйтеді. Мысалға мынау аты кім еді, Фридрих Мерц па, оның орнына келетіндер де сөйтіп айтады деп ойлаймын. Неге десеңіздер, халық өзінің ойын ашып айтады. Сен президентсің ба, премьерсің ба, миллиардердің баласысың ба, билікке келген, же болмаса бір бау кеспесің ба, оларға маңызды емес. Тек халықтың жағдайын жаса, мемлекетті алдыға сүйре, халық қолдайды. Сүйремейсің ба, халық ек қойың бір сом, басың алтын, артың күміс болса да бір тебетті жоқ болады. Жалпы сондай. Халық айтса халық айтпайды дейді, халық айту керек болып тұр ғой, не нәрсе енді болсын. Жақсы, байланыстамыз. Саяси сауатсыз халық құл болуға лайықты дейді. Кеше бір бауырым жазып өтті, сенің сөйлегенің маған ұнамайды екен дейді. Енді мен енді журналистиканы оқымаған ғой. Сен жоғарғы білімің бар ма дейді. Соны мен жазып жүрмін. Сөйлеу үшін телефонда алып сөйлеп өзіңді ойыңды айту үшін жоғарғы білім керек па? Егер ондай білім керек болса, онда сөйлемей-ақ қояйық дедім мен. Бірақ Құдай ауыз берген, өзіңіз ойларыңызды айтыңыздар. Мысалға да халық оянса, мемлекеттің қызметкерлерін де оятасың да. Арт жағында халық тұр, бұл халық енді. Халық айтса халық айтпайды, халық риза болса барлығы риза болады деген сияқты әңгіме. Жақсы, байланыстамыз. Оқу керек болып тұр ғой, диплом алу керек болып тұр. Сөйлеу үшін. Жақсы.